Жұмақта жүрген милиция мен тозақта жүрген мұғалім байқұс екеуін кездесу кешін ұйымдастырамыз. Бір-бірінің жақсылығын айтсын, қиыншылығын айтсын, көрсін. Ал жұмақта емес, сонау тозақта қиналып жүрген, азабын көріп жүрген мұғалім байқұсты ортаға мен шақырып жіберейін. Қалайсыз, братан? Ойбай. Сіздерді олай айтуға болмайды екен ғой. Кешіріңіз. Қалайсыз? Онда жұмақта жүрген, жұмақтың төрінде жүрген милиция пендем, келіңіз ортаға. Мынаны не болып кеткен мына? Ойбай. О, шестерді ұмыттапты. Ал бір-бірлеріңізге сіз жұмақтың жақсылығын, қасиетін айтыңыз. Сіз дозақта көрген азабыңызды айтыңыз. Мынау тірі жүргендер білсін, қай нәрсенің жақсы, қай нәрсенің жаманшылығын. Ал кездесу уақыты 5 минут. Аз ғой бұл. Болды. Бастаңыздар. Кездесуге біз барғандар. Біз жаққа кетіп қалды ғой. Қалай жүздің? Ассалаумағалейкум. Асылда ардақты ұстаз аға. Ойбай. Қойшы, мына жараспайды екен саған. Қалай? Шәктіңнен еттіп тұр қазір. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Алла тағаланың бұйырған дозағында дін аман есен сау жүрсіз ба? Қойшы. Айбетпеңіз. Жұмақта жүрген май ініңіз Алла тағаладан сіздің денсаулығыңызды сұраймын. Қой. Айбетпеңіз, айыпмаңыз. Ойбай, сен денсаулығы емес, сен ақша сұрайтын ғой, қалай болып қалды? Біз білмеген екенбіз. Біз білмейді екенбіз. Төу. Ана дүниеде жүргенде адамдар бір-біріне ғайбат сөйлеп, бір-біріне ауыр сөз айтып, қапа қылып бір-біріне. Қыздарға тиісіп, адамдардан ақша алып, пара беріп, пара алып. Күнә екен оның бәрі. Күнә ме? Енді білдің бе? Бәрінді бірден жұмаққа жіберу керек онда да сендерді. Ұят болады екен. Қоя бар шеқан. Әңгімені қойшы, сен уже қуып барасың ғой қазір. Қордың қыздары мақтайды ғой сендерді. Бір екеуімен. Қойыңыз, айтпаңыз. Ондай айтпаңыз, ондай әңгіме айтпаңыз. Қордың қыздарына сөйлемек түгілі қолыңды апарып тигізе алмайсың. Олмай, Пәк, таза, адал. Бейшара болып кетсің ғой сен әді. Мынаған не болды? Темекі шегіп жатсыз ба? Иә? Бір-екі рет сұрайыншы. Әлі сұрап шегуді қоймадыңдар ма сендер, Біз әттен үйреніп қалғанымда темекі шегіп, ана жақта темекі жоқ. Қой. Ой, бейшара. Темекі болмайды. Мә оны. Соның байқа. Сағадың еш білімді. Кетті мұна бай. Ей, байқа. О, тепті. Болды, өкпеңі қарып кетеді, болды. Ей, тұрғанбай қаласың. Екі рет тепті дейін да. Сендерде бұндай жоқ ма? Жоқ. Рахаттан қалдым. Ой, сендер. Сіздерде көп бар ма не? Көп па? Мұндай неше түрісі болады бізде? Бұндайның неше түрісі дозақ қой ол. Ол темекінің, мынау сойырын, көк. Бұның қызылы бар. Қой. Беломырға дейін бар ғой бізде. Астра, Аврора дегендердің бәрі. Мальборо деген бір дегендердің бәрі. Керек болса шу. Шудан да сәлем беріп тұрады бізге. Енді біз ана жерде біз осы жартылай шегемізді қой саламыз. Бізде көп қой, өйткені дозақ қой. Бізде арақ, шарап. Арақтардың неше түрлісі. Самопал сағынды болсын күнде. Мондай болмайды бұл жерде. Экстра. Қалай жейсің, қалай тұрасың, бәрін өзің білесің. Күнігі дискотека бізде.
Дискотека бола ма? Дискот. Ой, күніге кешке таман. Шайтанның қыздарымен билейміз біз. Мына бір байқағаным, шайтанның қыздар Алматының қыздарына ұқсаймай деп қалдым мен. Бұлай кіндігі ашық, мына жерден, мынандай, күніге аяқ жағында төбелес. Шайтан жігіттер қызғанады да бізді алырақ. Бізде үйреніп қалған. Шайтан жігіттер бұлай төбелес үйреніп қалған ғой ауылдардың. Бізде дискотека деген болмайды. Бізде би алаңы деп атайды. Би алаңы ма? Би алаңы бізде екеу. Ой, детский, взрослый. Жоқ, мужской, женский. Ой, немене үйреніп кетсеңдер? Жоқ, былай ғой. Арақашықтығы бір 100-200 метр. Ар жағында алаң, қыздар би алаңы деп жазып қояды. Ортасында ондай сетка. Бер жағында ұлдар би алаңы деп жазып қояды. Еркектер бір бөлек, әйелдер бір бөлек билейді бізде. Сонда қалай болды, анаяқта қыз шақыратын болсаң, ар жетіп тұр. Бара алмайсың. Сол кезде анаған. Сол кезде ана ар жетіп. Бұл кайып болмайды ғой бізде. Болмайды енді, бізде үйлеуге болмайды. Мен қазір жұмыс істеп жатырмын. Бұл жерде де мұғаліммін. Дозақта. Жалмауыз Апай атындағы шайтандар орта мектебінің мұғалімі болып келді. Ой, рахат. Адамның баласына сабақ бергеннен гөрі шайтанның баласына сабақ берген рахат екен. Адамның баласын біреуіне қолын тиді, бітті. Ертеңін әкесі, көкесі бәрі шақырады. Сот, шайтанның баласын қанша ұрсаң да, былқ етпейді ғой. Ой, рахат болып жатыр да. Былай ұрам, құлағынан поқ өткіземін. Екі көз шығып кетіп, көзім ұрып. Бұяқта ақша білмейді екен. Ой? Мен мектептің директор болайын деп жатырмын жақында. Құда қаласа Аршедің Заброяна жақын тұр енді. Оған кетем, Абылона жоғары жаққа кетейін деп тұрмын мен. Сен негізі екеуміз ауысуымыз керек еді. Бізді жаңағы қымыран, ойбай ана кісі келе. Жаңағына темекі шеккенді айтып қоймаңыз. Айтып қоймай ма? Болмайды, ұрсады. Қамшымен дүре соғады. Айтпаңыз. Кездесу уақыты бітті. Ой, бекар болды біткен нағылмай жатырмыз да енді. Білдіңдер ме, көрдіңдер ме, тозақтың жаманшылығын айттың ба? Айттық, айтқанда. Жақсылығын айттың ба, жұмақтың? Айттым. Ана бейшараға беріпсіңдер. Жоқ, олай деп ойламаңыз. Темекі шеккен. Міне. Темекі шеккен. Шеккен жоқсың ғой, Шеккен жоқ ол. Шегем деп бермедім мен. Шекпеймін. Дұрыс. Бере алмадым да. Жұмақта ондай күнәһарлық болмайды. Ал пендем, жұмақтағы орның жайлы болсын. Міне, осылай болады. Жұмақ деген. Бар, қара ғой пендем. Қош болыңыз, ұстаз аға. Қош бол демейтін ғой, давай дейтін ғой. Давай десе бір. Давай десе. Бір айтшы енді, бір айтып келші, арза болып кетейін деп. Давай деп қойсай, Давай. Бейшара болып кетті абды. Сызғыры кетіп тұрады. Ал пендем, құдай қаласа, 5 жылдан кейін сот болады. Жазаңды өтенгеннен кейін мүмкін жұмаққа барарсың. Енді сол бір әрекетін ағылыңызшы. Мен мына жерде анаған әдейі айтып жатыр, мына ауысып кете ма, мен орын ауыстыра ма деп. Сөйтсем мына ауысатын түрі жоқ қана, әбден неғып кетті ғой. Мен мына жақта қиналдым. Дозаға құрсын. Бір анеқа кейін реті болса, ана күнәмді нағылып, одан кейін сіздің мына осы жерде жүрген кездегі барлық нәрсе қолыңыздан келеді деп мен сонда естідім. Менен бір өтініш. Орындап бере аласыз ба? Мынау тірі жүрген кезде бір Музарт деген бір топ бар еді. Соның әуені тыңдап жатып жүрмін мен. Соны бір Музартты шақырып берсеңіз, мен ана жерде жылап тыңдасам. Мақұл ма? Орындайын. Бәрекелді. Сен де бір дозақта жүрсең де сен бір пендесің ғой. Рахмет көке, рахмет. Сол кісілер шақырып қойыңызшы. Ортаға онда. Музарт бауырларымызды мен шақырамын. Дозақта жүрген мұғалімнің құрметті.